Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24home.kz. Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең шілденің 12-сіне арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Тоқта. Кәсіби салада үлкен өзгерістер болмайды. Жаңа адамдармен қарым-қатынас кезінде сақтықпен алдын ала ойланыңыз, шапшаң қадамдар жасамаңыз. Торпақ. Енді сіз іскерлік кездесулерді, келіссөздерді, құжаттарға қол қоюды жоспарлай аласыз. Сізді ескі достармен және жаңа таныстармен кездесулер күтеді. Бірақ кез келген жеке қызығушылықты қарым-қатынастан алып тастауға тырыспаңыз. Егіздер. Тек жаңа және табиғи тағамдарды жеуге тырысыңыз, өйткені улану мүмкіндігі бар. Бүгін сіз ұсақ-түйек нәрселерге алданып қалуыңыз мүмкін, сондықтан өзгерісті тексеріп, әмияныңызды қадағалаңыз, ұсақ қорлықтар болуы мүмкін. Шаян. Сіз өзіңіздің мінез-құлқыңызбен немесе сөзіңізбен ренжітуіңізге болады бір жанда. Тіпті өзіңізде байқай алмай қаласыз. Мұқият болыңыз, жақындарыңызға жеңіл қарамаңыз. Арыстан. Дүкенге сапарлар сәтті болады, сондықтан сатып алулармен өзіңізді және жақындарыңызды еркелеткен жөн. Қарыз бермеуге немесе қарыз алмауға тырысыңыз. Енді көптеген істермен жауапты шешімдер қабылдау керек. Бикеш. Эмоциялар сізді тек мазалайды, сондықтан кез келген мәселені шешуге салмақты көзқараспен қарауға тырысыңыз. Сіз өзіңіздің тілектеріңізбен, ұмтылыстарыңызбен шектелмеуіңіз керек. Бұл кезеңде назарыңызды ұсақ-түйекке шашыратпаңыз. Ең басты нәрсеге назар аударыңыз. Тараза. Қаржы мәселелерінің жағдайына назар аударыңыз. Тәуекелді операциялардан аулақ болыңыз. Таныс емес тексерілмеген адамдармен қарым-қатынас жасамауға тырысыңыз. Алаяқтардың құрбаны болу қаупі жоғары. Сары шаян. Жаңа әскери серіктестерден сақ болыңыз. Тым көп уәде беретін адамдарға сенбеуіңіз керек. Егер жақын адамыңызбен қарым-қатынаста бірдеңе сізге сәйкес келмесе, қорытынды жасауға асықпаңыз. Мерген. Жұмыстағыдай жеке салада да қазіргі қатынастарды қайта қарау кезеңі басталады, және оларды ең жоғары деңгейге шығару ықтималдылығы жоғары. Жаңа байланыстар мен таныстар тез пайда болады. Тауышқа. Күн өте үйлесімді, барлығы тепе-теңдікте. Күштің белгілі бір артықшылығын сезінесіз. Оны шығармашылық бағытқа немесе физикалық белсенділікке бағыттауға болады. Әйтпесе энергия агрессивті әрекеттердің жолын таба алады. Су құйғыш. Жағымсыз салдардан аулақ болу үшін металл заттармен және отпен мұқият жұмыс істеу қажет. Суық тию қаупі бар, ашық ауада болу мүмкіндігін табыңыз. Балықтар. Көңіл күйдің зорлық-зомбылықтан толық апатияға дейін негізсіз күрт өзгеру ықтималдылығы жоғары. Бұл күн эмоционалды тұрақсыздықпен және психикалық мазасыздық сезімімен сипатталады. Күн энергия мен ресурстарды мақсатты түрде жұмсауды қажет етеді. Шілденің 12-сіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.